сандықшадан, ұлттық сандықшамыздан қағаз алуды ұсынамын. Және осы қағаз бойынша бұл сіздердің бүгінгі сабаққа кіру билеттеріңіз болады. Тез ала қоямыз. Кіру билеттеріміз. Барлығымызда бір сұрақ. Не деп жазылған? Сіз не білгілеріңіз келеді? Не білгілеріңіз келеді? Зергерлік бұйымдар жасауды білгілеріңіз. Сен істеген келіп отыр. Не білген келіп отыр? Ыспан зергерлік бұйым. Яғни темірден зергерлік бұйым жасағын келіп отырсың. Сен? Фитер матасынан зергерлік. Майстер. Жақсы. Сіз моншақтардан білесіз жасауыңыз керек. Жақсы, олай болса балалар тақтаға назар аударайық. Зергерлік өнері ұлттық мәдениет тарихынан ерекше орын алатыны сөзсіз. Өнердің бұл түрінің түп төркіні мыңдаған жыл әріде жатыр. Археологиялық деректерге қарағанда Қазақстан территориясында мыс, алтын, тағы да басқа асыл және түсті металдарға бай кен орындарын игерусінің ежелгі замандарда қолға алынғандығын айғақтайды. Видеода, бейне материалда тамашалағандай, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы не деп ойлайсыздар? Бұйымдар? Ұлттық мұра. Дайындаймыз. Сонда бүгін біздер нобай дайындаймыз екен. Яғни бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бұл нобай дайындау болып табылады. Және оның мақсаты, бүгінгі сабағымыздың мақсаты ажырайтын және ажырамайтын бөлшектерді біріктіру арқылы бірнеше бөлшектерден тұратын бұйым дайындау болып табылады. Олай болса, сіздерге бұйымды қалай дайындаймыз? Ол үшін сіздер мына қобдишаның қоржынның ішінен бір-бір зергерлік бұйым алып, сол арқылы жұптаса қоямыз. Жақсы, олай болса балалар, алдарыңызда, барлығыңызда бір-бір қандай зат бар? Зергерлік бұйым бар. Енді сол зергерлік бұйымдар арқылы әрқайсысын жұптаса қойыңыз. Олай болса, қалай отырдық, солай өзі сәтіменен келе қойған екен. Олай болса, осы отырған жұбымызбенен жұптаса қоямыз. Енді ең бірінші біздер өткен сабақты пысықтау мақсатында мен сіздерге мынадай сұрақтар қояйын. Сол сұраққа сіздер жауап бересіздер. Ол сіздердің өткен сабақта өттік және күнделікті қолданып жүрген заттарымызға байланысты. Екі бөлшектің қозғалмалы бөлігін біріктіріп тұратын ұлттық киімнің бір пайдаланатын бір зат. Ол не балалар? Қапсырма. Дұрыс айтасыңдар. Яғни ұлттық киіміміз әжелеріміздің камзолында болатын, мына екі өңірді біріктіріп тұратын зат қапсырма екен. Келесі, саусаққа тағылатын алтын, күміс, гауһар тастарымен безендірілетін. Дұрыс айтасыңдар. Ол біздің зергерлік бұйымымыз сақина екен. Келесі біздің тағы сұрағымыз қазақ қыздарының бұрынға тағатын, олардың жүріп келе жатқан жүрісін білдіретін ұлттық бұйым. Жоқ, шашпау. Дұрыс айтасың, Әлшер, шашпау екен. Енді алқаға тағылатын, не балалар? Алқаға тағылатын тұмар. Дұрыс айтады, Бекжан, тұмар. Енді балалар, біздер зергерлік бұйымдарды дайындайтын адамды не дейді? Кім дейді? Еңбекші ұста. Жоқ. Зергер ұста. Дұрыс айтасың. Ұста ол ағашпенен жұмыс жасайтын адам. Ал зергерлік бұйымдарды дайындайтын адамды зергер деп айтамыз. Зергер қандай заттармен жұмыс жасайды? Зергерлік бұйымдармен. Алтындармен. Дұрыс айтады. Алтын, күміс металдарды қашау арқылы ол зергерлік бұйымдар жасайды екен. Енді зергер қалай жұмыс жасайды? Күйдіріп, балқытып, күйдіріп, қашау формаға қию арқылы ол
сондай зергерлік бұйымдар жасайды. Бүгінгі жұмысымызды бастамас бұрын мен сіздерге мына жерге көрме дайындап қойған болатынмын. Сол көрмеге барлығымыз саяхатқа келе қояйық. Енді мынау бізге мен екі бөлшекке бөліп дайындап қойдым. Мынау біздің арнайы зергер мамандарымыздың жасаған бұйымы. Біз жаңа айттық, зергер менен бағалы металдармен қойып қашау арқылы заттар жасайды дедік. Мысалға, мынау біздің күміс тасынан жасалған өңделген арнайы заттарымыз. Бұл міне бетіп қараған кезде мынау ең ұсақ зат болса да, зергер бұны немен қарап істейді деп ойлайсыңдар? Лупамен қарап, микроскоппен кішкентай ғана тістеуіктердің көмегімен ол қашап, құйып, жапсырып жасайды екен. Енді бізде жаңа алтыннан бұйымдар жасайды дедік. Міне алтыннан. Мына заттар бізде күмістен жасалған бұйымдар. Енді осының барлығы асқан шеберлікпен ұқыптылықты қажет етеді. Енді мынау қазіргі кездегі ұсақ зергерлеріміздің ұсақ дайындалған бұйымдары болады. Мынау мысалға алқа болатын болса, біз жаңа айтып кеткен жасырған затымыз мынау тұмар болады. Бүгінгі сабақта бізде әр қайсымыз, әр топ бірігіп, осы міне қолдан жасалған бұйымдарды жасаймыз. Түсінікті ғой? Түсіндіңдер ғой, не жасайтындарың? Жақсы, олай болса орындарына жайғаса қойыңдар. Енді бірінші топ бізде суммоншақпенен жұмыс жасайды. Суммоншақпенен жұмыс жасау үшін бұл біздегі мына суммоншақтың үлгісін жасайсыңдар. Өздерінің ойлау шеберліктеріне байланысты, қайсысынан кейін қайсысын теру, өз шеберліктеріне байланысты осындай суммоншақ шығарасыңдар. Бізде екінші топ Абдурахман менен Арсеннің тобы. Бізде Абдурахман менен Арсен бізде фетрменен жұмыс жасайды. Фетрді желімдеу арқылы мынадай сырға дайындайды. Нұрахметтің тобы сымменен жұмыс жасайды. Сымменен бізде тұмағы бар алқа дайындаймыз. Тұмағы бар алқаны дайындау үшін біз ең бірінші арнайы тістеуік арқылы қажетті, алқамызға қажетті сымды кесіп аламыз. Арқылы мына жеріне бекітетін бекіткішін орнатамыз. Және мына жерге қозғалмалы алқамызды орнатамыз. Түсіндік па? Енді біздің үшінші тобымыз былғарыдан жұмыс жасайды. Былғарымен былғарыны кесіп алып, сымға айналдырып бекіту арқылы ыстық кілеменен біздер осы сырғаны Orayı da. Молодцы. Жарайсыңдар. Жарайсыңдар. Енді балалар, бізде сырғаны емес қалды, ілгіші қалды. Енді ілгішін орнату үшін біздер үнеміне тесіп аламыз. Тесемізде мынаны өткіземіз осыны. Келесі өздеріміз. Көріңдер ме, қай жерінен тесіліп тұрғанын қараңдар, екеуісі бірдей болу керек. Так, Айшермен кім болды? Абдурахман. Балалар, бүгінгі сабағымыз мақсатына
жетті, яғни біз алға қойған мақсатымызды орындадық, жұмысымызды орындадық дейміз. Ең бірінші бізде Қайсар менен Әлішер былғарыдан жасалған несін дайындады? Сырғасын дайындады. Оны біз мына көрмемізге орналастырайық. Балалар, дайындаған бұйымдарымызды біздің көрмемізге іле қояйық. Бірінші топ өздерінің дайындаған сырғасын көрмеге іле қойыңыздар. Екінші топ кәнекке іле қойыңыздар. Бізде олар алқа, құмар менен алқа дайындаған болатын, Рахмет пен Естай көрмеге іле қойыңыздар. Үшінші топ бізде Арсен мен Абдурахман өздерінің сырғасын дайындаған болатын. Біздер домино әдісі арқылы бүгінгі зергерлік бұйымды біздер өзіміз жасадық. Енді сол зергерлік бұйымды қалай өңделу жолын домино әдісі арқылы көрсете қояйық. Домино әдісі арқылы біздер өздеріміздің зергерлік бұйымды дайындау жолын алған болатынбыз. Домино әдісі арқылы сол дайындау жолын құрастыра қояйық. Кім бірінші? Не істейміз ең бірінші? Ыдыс аламыз, дұрыс айтады, дұрыс. Ыдысты алдық, одан кейін отыра қойдық. Одан кейін не істейміз? Қыздырамыз дейді Абдурахман. Дұрыс айтады, қыздырамыз. Қыздырғаннан кейін алтын саламыз. Яғни біздің дайындап жатқан затымыздың, зергерлік бұйымымыздың құрамы берік болу үшін алтын салып барлық. Содан кейін төртінші ертеміз. Алтын салғаннан кейін ертеміз. Ерткеннен кейін істейміз балалар. Мыс, күміс саламыз. Берік болу үшін, алтынның құрамы көпке шыдау үшін мыс, күміс саламыз. Содан кейін созамыз. Дұрыс айтады. Сосын Содан соң оны кесеміз. Кесіп. Кесеміз, кесу. Содан кейін майыстырып сіңіп ұсталамыз. дұрыс айтады. Майыстырып, шынжырып жасаймыз, яғни өзіміздің қажетті бұйымдарды келтіреміз екен. Жақсы. Не үйрендік? Зергерлік бұйымдар жасауды үйрендік. Не жасадың өздері? Сырға жасадық. Былғарыдан сырға жасадық. Сіздер? Біз мыстан зергерлік бұйымдар жасадық. Жақсы. Сіздер? Жіптен сырға жасадық. Ал біз моншақпенен білезік жасадық. Жақсы. Жақсы. Рахмет балалар. Келесі сабақта біздер осы зергерлік бұйымнан тағы да нобай жасаймыз. Түсінікті ғой? Үй тапсырмасы. Сау болыңыздар.